Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ходжели мантының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге жылы су және бір жұмыртқа, сосын тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды аз-аздан сала отырып, қаттылау қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа үстелдің үстіне бетін жауып қойып қоямыз. Енді оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасынан менде тартылған ет және пиязды турайтын боламын. Пиязды өте жұқа етіп тураймын. Сосын үстіне тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап қолмен езіп тұрып араластырып аламын. Салмасы дайын болған соң қамырымызды алып, мен 2 бөлікке бөліп аламын. Сосын дөңгелектеп, думалақтап қамырды жаямын. Қамырымызды өте жұқалықта жайып шығамыз. Өте жұқа болу қажет қамыр. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді ол қамырды видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Қамырымызды төртбұрышты қылып кескен кезде, оны үлкендеу көлемде кесуіміз қажет. Біздің ходжели мантымыз түйген кезде алақандағыдай болып тұру қажет. Ішіне салмасын салатын кезде осылай видеода көрсетілгендей жайып, солай салуымыз қажет. Оның басқа мантылардан айырмашылығы осы салмасын аз-аздан салып және жайып шығуымызда. Және мантыны осылай видеода көрсетілгендей етіп, жалпақтау етіп түйеміз. Және ол үлкендеу болып тұру қажет. Сосын түйілген мантыларымызды манты қазанға жайғастырып аламыз. Міне мен барлығын түйіп, дайындап қойдым. Алдын ала суымды қайнатып қойдым. Енді қайнап тұрған судың үстіне жаңағы манты қазанымызды қойып, ішінде мантысы бар 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің ходжели мантыларымыз дайын болды. Қарап тұрсаңыздар, өте дәмді болып көрінеді, сочный болып тұрады, жұмсақ болып тұрады, өте аппетитный болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Мен сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Менің арнама тіркеліп алыңыздар.